Бізде мына фитна болатын, адамдарда түсініспеушілік неден болады бір біріміздің көңілімізді табамыз деп соған не қылады ғой. Мен бағаламайсың, түсінбейсің, мен істеп жатырмын, мен істеп жатырмын, иә, мен саған жасап жатырмын дейді. Бізде адам қашан бір бірін ренжиді дейді да. Сен қашан ренжисің, сен істеген ісің Алла ризалығы үшін болмаса дейді да. Айтпады деп. Біреудің көңілі үшін істейсің. Мысалы, әйелінің көңілі үшін, немесе әйел сенің көңілін табу үшін істейді да. Бірақ мақсат Алла ризалығы үшін емес. Мысалы, бір тамақ істеу мүмкін. Бір нәрсе істейді, жинап қояды. Сен оны бағаламай қаласың, немесе көрмей қаласың, бір жылы сөз айтпай қаласың. Күтеді ол. Ол сенен күтеді да. А сен сол затты моментті өзің пайдалана алмай қалдың да. Бір жылап, бір жылы сөз ғой. Бірақ әрбір зат бізде мысалы бір зат істейсің, оны байқаламай қалады. Bir нәрсе алып бересің, мысалы ше. Әйел адам бір қателік айтады ғой. Мен сенен ешқандай жақсылық көрмедім деген дейді да. Сол затты айтпаса, қалған заттардың барлығы жақсылық қой, әйел адам. Мына бізде мына пирамида мәселесі ғой. Егер Алла ризалығы үшін істесең, сен біреуге ренжімейсің. Мысалы мен бір нәрсе Алла ризалығы үшін істесем, оны байқамай қалса ол істі,